Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. 10 сынып веб жобалау бөлімі HTML-ді мультимедиа енгізу тақырыбы бойынша сабағымызды жалғастыратын боламыз. Сабағымыздың оқу мақсаты веб бетте мультимедиа нысандарын енгізу үшін HTML тегтерін қолдану. Сабағымызда кездесетін термин сөздер мультимедиа, үш тілде мультимедиа деп аталады. Кескін, изображение, image, бейне, видео, дыбыс, звук, саунд, анимация, animation. Білімді жаңғырту. HTML дегеніміз не? HTML ағылшынша Hypertext Markup Language, гипермәтіндік белгілеу тілі. Дүниежүзілік желідегі құжаттарға арналған стандартты белгілеу тілі болып саналады. Жалпы мультимедиа дегеніміз не? Мультимедиа көзбен көріп, құлақпен естуге болатын барлығы, яғни сурет, бейне, музыка, дыбыс, фильм, анимация және тағы да басқаларды жатқызуға болады. Веб парақтарда әртүрлі типте жататын форматтыда сан алуан мультимедиалық элементтер жиі кездеседі. Бұл сабақта сендер веб-сайтқа сурет, аудио мен видео, бейне файлдарды қалай енгізуге болатындығын үйренетін боламыз. HTML тілі қолданысқа енген мерзімнен бастап кескін графикасымен және мультимедианы қолданып сайт бетін жасау мәтіннен түбегейлі ерекшеленеді. Мысалға, бұның алдында біз сабағымызда кескін немесе кестелер мәтіндерді енгізіп, CSS арқылы олардың пішімін өзгертіп, олардың түсін өзгертіп қолданған болатынбыз, ал графика, сурет олардың ерекшеленеді. Осыған байланысты олар бір файлға біріктіруге мүмкін болмайды. HTML-ді жасаушылар одан шығудың жолын тапты. Ең алдымен біз графикалық немесе мультимедиалық мәліметтерді бөлек файлдарға сақтап аламыз. Ол дегеніміз қандай? Біз жасап жатқан веб бетіміздің жанына қажетті, осы веб бетке қоямау деген сурет, бейне файл, немесе аудио файлдардың бәрін жинақтап салып қоямыз. Ал веб парақтарды HTML кодының арнайы тегтерінің көмегімен олар осы файлдарға сілтейді. Іс жүзінде олар ішкі адрестерін жазады. Осылайша сәйкес файлдар кескіндемелер, аудио немесе бейне клиптер кездесіп, оны осы тег табылған жерде веб бетте көрініс табады. Ол дегеніміз тек сілтемеге веб шаблонына немесе веб серверге сұраныс жасайды. Графикалық кескіндер, аудио және видео клиптер жалпы веб бетін бөлек файлдарда сақтаған кез келген деректер веб беттердің ендірілген элементтері деп аталады. Мысалға, біз бірінші сақтап аламыз да, сол сілтейміз. Сілтегенде біз сілтеме арқылы бір жерге, бір бетке кіріп кетпейміз. Ол жерде жаңағы біз қандай атпен сақтадық, сол атты тег арқылы біздің жасап атқан HTML веб бетімізге кіріктіреміз. Ал енді осы мультимедианың ең алғашқы жаңа айтып кеткен сурет, кескін. Соған тоқталып кетсек. Әрине, сайттарға кірген кезде не нәрсе ең бірінші көзге түседі? Әрине, ол суреттер немесе фотосуреттер, белгішелер немесе анимелер. Аниме дегенді білеміз ғой, балалар. Дәл осы файлдар сайтты ерекше етіп көрсететіні белгілі. Веб параққа сурет енгізу үшін image дара тегін қолдану керек. Бірақ бұл тек міндетті түрде source, alt атрибуттармен қатар қолданылады. Осы жерде image дегеніміз жазсақ, біз сурет енгізіп атқанымыз біледі. Ал енді source пен altқа тоқталып кетсек, source жаңағы біздің суретіміздің атын нақтылап, атын дұрыстап жазып, тегтің ішіне кіргіземіз. Alt осы қазіргі біздің қояйын деп атқан суретіміздің альтернативті мәтінін анықтайды. Альтернативті мәтін дегеніміз ол аты. Мысалға, мен қазір мына жерде сендерді ескертуде JPEG-те сурет қойып жатырмын, JPEG форматында. Ол қандай сурет?
Flowers in China. Қытайдағы гүлдің суреті екенін біліп отырмыз. Енді біз сурет қойған кезде оның жаңағы көлеміне мән беруіміз керек. Көлемін осы жерде көрсетіп кетуіміз керек. Әйтпесе ол үлкен немесе кіші, үлкен болғанда пиксельдері ашылып, анық көрмей, жыпылықтап кетуі мүмкін браузерден ашқан кезде. Сондықтан біз атрибут, бұл жерде екі атрибутты қолданамыз: width, hedged. Width ені бойынша жазып кетеміз, hedged'те биіктігін көрсетіп кететін боламыз. Мультимедианың келесі бір түрі видео. Оны біз бейне енгізу үшін жұптардың видео немесе тегтің ішінде слэш видео тегін қолданамыз. Бұл жерде де видео тегінің атрибутын қолдана отырып, source'ты қолданамыз. Source аты жөнін, видеоның атын нақты сілтемелейді. Атына сілтемелеп, атын дұрыстап жазамыз тегтің ішіне. Autoplay. Автоплейде біз бұл күнделікті кездесіп жүрген видео көріп жүрсеңдер, тоқтатады немесе ойнататын батырма, контраст алдыға, артқа, кейінге қайтуға мүмкіндік береді. Loop ол қайталайды. Password, мысалға біз бірден сайт жасаған кезде видеоны қойып, бірден ойнап кетпейді ол. Видео не істейді? Көрініс тауып тұрады, сурет сияқты. Соны бейнелейді. Енді бейнені қойған кезде міндетті түрде бейненің пішімі, файлдың пішімі, форматына мән беруіміз керек. MP4, WAV, MOJ бұл күнделікті сендердің видео көріп жүрген кезде форматын білесіңдер. Ал енді осы форматтарды біз HTML тілінде тег арқылы орналастырған кезде бізде көбісінде ішінде ойнамай қалады, немесе ашпай қалады. Не себепті? Өйткені форматы кейбір браузерлерге ашпай қалуы мүмкін. Мен сендерге астына кестеде, мына жерде кестені беріп отырмын. MP4 бізде барлық браузерді ашады. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera. Осы браузерлер сендерге ұсынып отырмын. Осының біреуін болмаса біреуін қолданамыз әрине. Енді MP4 осының барлығында ашады, тек қана Операда пиксель сәл бұлыңғырлау болып ашуы мүмкін. WebM-де Explorer мен Firefox-та ашпайды екен. Edge-де тура сондай Explorer мен Firefox-та ашпайды екен біз. Сонда бізге ең тиімді форматы MP4 болып саналады. Енді аудиофайларды сақтайтын болсақ, аудиофайларда да өзінде қолданатын пішімі, форматы бар. MP3, Edge, WAV. Бұл жерде де жаңағы форматын кейбір браузерлер ашпайды. MP3-ді барлығы ашады екен, WAV-та Explorer ашпайды, Edge-де жаңа Explorer мен Safari ашпайды екен. Осыны веб-сайт жасаған кезде назарға ұстасақ. Енді балалары практикалық кезеңге көшсек, бүгінгі сабағымызда біз мультимедианы кескінмен жұмыс жасау кезеңін үйренетін боламыз. Балалар, мен сендерге алдын ала жаңа айтып кеттім, дайындаған блокнотта дайындалады, HTML тегтері қолдану арқылы жасаймыз. Бірақ осы жерге жасаған кезде біз міндетті түрде суретін алдын ала дайындап, осы жерде дайындап қоюымыз керек болады. Мен сендерге блокнотты жасап қойған нені ашайын, кішкене веб парақшасы. Бұл жерде бірінші беріліп отырған бұл тегтерді білеміз, алдында жазуға қолданған едік. Бізде body backcolor қолданып отырмын. Body backcolor дегеніміз біздің жасап атқан кішкене веб парақшамыздың артқы фоны. Артқы фонын orange немесе қалаған түстерге қоюға болады. Мен сары түске бояғым келді. Одан кейін менің жасап атқан веб парақшамның аты Төлебе ауданы. Төлебе ауданы туралы кішкене мәлімет беріп кеттім. Мына жерде мәлімет көрінеді. Тегтің ішіне салдым. Енді бұл жерде мән беретін, жаңа сендерге айтып кеткен image сурет қою, image source мына Төлебе JPEG деп қойдым. Мен Төлебе JPEG форматындағы
Мен бұл жерде Төле би JPEG форматындағы суретті алдын ала дайындап қойған болатынмын. Ол мына жерде папкада бір қалтаның ішінде орналасу керек. Біздің сақтаған веб парақшамыздың жанында мына жерде тұр міне. Бұны сурет ретінде ашып қарасақ, мынандай сурет міне. Қазір көрсеңіздер болады, ашылып. Төле би ауданының эмблемасын қойдым. Міне осы суретті алдын ала сақтап, жаңа парақшаның бетінің жанына қойып қойдым. Енді мен кәдімгідей жасаймын. Бұл жерде мән беретін жағдай width and height. Бұл жерде width and height мен суреттің ені мен ұзындығын жазып көрсетіп кеттім, өйткені ол бүкіл бетті алып кетуі мүмкін. Енді сақтап кәдімгідей жабамыз блокнотымызды. Веб бетімізге мән беріп қарасақ, веб бетімізде бізде түсі сары болды. Артқы фоны Төле би ауданы туралы мәліметтер тұр міне алдарында. Және мен берген өлшем бойынша сурет Төле би ауданы эмблемасы көрініп тұр. Енді балалар үйге тапсырма алсақ. Бұл практикалық жұмыс кезеңін түсінген шығарсыңдар, мен сендерге көрсеттім қазір. Үйге тапсырма. Мен туған өлкем тақырыбында кішігірім веб парақшасын, веб бетін дайындасақ. Өзіміз суретін алсақ, қалаған интернеттен суретін тартып алып, жасап атқан блокнотқа HTML жазамыз ғой. Блокноттың жанына сақтап, екеуін бір қалтаның ішіне сақтап, орнын белгілеп, суретін қойсаңдар. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сендерден жақсы жұмыс күтем. Жақсы, сәттілік, сау болыңдар.